Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің негізгі орта білім беру мамандығы физика пәні мұғалімі біліктілігінің 3-ші курс студенті Мұхтарова Ақерке Мұхтарқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз электрондық кесте элементтерін пішімдеу. Сабағымыздың мақсаты деректердің типін жіктеу. Кестемен жұмыс барысында деректер типін анықтай алу, электрондық кесте ұяшығындағы деректер типін ажырата алу. Оқушылар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыпқа кішкене шолу жасап алайық. Мына сұрақтарға бәріміз бірге жауап берейік. Бірінші сұрақ: Excel бағдарламасын қалай іске қосамыз? Қане бәріміз ойланайық. Excel бағдарламасын іске қосу үшін балалар пуск, барлық программалар және де Excel батырмасын басады екенбіз. Екінші сұрақ: Microsoft Office Excel 2007 бағдарламасында неше баған бар? Барлығы 16384 баған бар екен. Келесі сұрақ: Microsoft Office Excel 2007 бағдарламасында неше жол бар? Қане бәріміз бірге ойланайық. 576 жол бар екен. Төртінші сұрақ: Excel бағдарламасының ұяшықтарға қандай мәліметтер енгізуімізге болады екен? Бұл сұраққа балалар өздерің ойланып, өз жауаптарыңды айта кетіңдер. Бесінші сұрақ: Excel программасында ұяшықтың неше түрлі адресі бар? 3 түрлі: салыстырмалы, абсолютті және де аралас. Жақсы оқушылар, енді жаңа тақырыбымызға көшейік. Мәліметтерді пішімдеу. Мәліметтерді пішімдеу ұяшықтағы сандық немесе символдық мәліметтерді бейнелеу үлгілерін таңдау. Мәтін абзацтарында да символдардың мөлшерін, әріп түрін, сызылымын, жолдар ара қашықтығын түрлендіру пішімдеу болып табылады екен. Пішімдеуді үйрену үшін біз ең алдымен ұяшықты пішімдеу терезесімен танысып алайық. Ол үшін ең алдымен пішімделуге тиіс ұяшықты таңдап аламыз. Сосын түнтүбірдің оң жақ батырмасын шертеміз. Кейіннен контекстік мәзір пайда болады. Контекстік мәзір ішінен ұяшықты форматтау терезесін басады екенбіз. Осы ұяшықтарды форматтау терезесі 6 бөлімнен тұрады екен балалар. Бірінші бөлім сан бөлімі. Сан бөлімінде ұяшықты алдын ала сан, ақша, қаржы, уақыт, пайыз, сол тәрізді деректерге арнап қоюға болады екен. Деректер типін көрсетіп, әртүрлі пішімдегі сандарды жаза аламыз. Келесі туралау бөлімі. Ұяшықтағы деректерді оңға, ортаға, сол жаққа, еніне, жоғары төмен қарай туралайды. Сонымен қатар мәтінді тасымалдауға, ұяшықтарды біріктіруге, өзгертуге де мүмкіндік береді екен. Үшінші бөлім шрифт бөлімінде ұяшықтағы деректердің түсін өзгертуге, сандарды дәреже, индекс түрінде жазуға, сызуға, өлшемін өзгертуге болады. Келесі заливка. Бұл бөлім арқылы бір ұяшықтың немесе толық кестенің түсін өзгертуге болады. Суретке назар аударыңыздар. Келесі бөлім защита. Қорғау. Ұяшыққа жазылған мәліметтердің өшіп қалмауынан және мәндердің ауысып кетуінен қорғайды екен. Соңғы бөліміміз граница. Граница бөлімінде ұяшықты шекаралау арқылы кесте жасауға болады. Егер шекара қойылмаса, принтерден шығарғанда ұяшықтардың шекаралары көрінбей қалады. Қойылған шекара түсін өзгертуге немесе мүлдем алып тастауға да болады екен. Сонымен қатар ұяшықтағы деректерді өшіруге, көшіруге, қоюға, тазалауға және редакциялауға да болады. Жақсы балалар, бүгінгі жаңа тақырыпты түсініп алдыңдар деп ойлаймын. Үй тапсырмасы. Мәліметтерді пішімдеу тақырыбын оқу, тақырып бойынша сөз жұмбақ құрау. Міне, сендер ұяшықтардағы пішімдеу бөлімімен толық танысып шықтыңдар. Осы бөлімді тиімді қолдансаңдар, кестемен жұмыс істеу сендерге мүлдем қиындық туғызбайды. Назарларыңа рахмет. Күндерің сәтті өтсін оқушылар.